Сәлем, менің атым Олег. Мен бұл видеода постердегі мекемелердің статистикасы мен қалай жұмыс істеу керектігін айтамын. Егер сіздің есептік жазбаңызда бірнеше мекеме болса, онда әкімші тақтасында мекеме статистикасы қойындысы пайда болады. Онда сіз өз мекемелеріңіздің сатылымын бақылай аласыз және оларды бір-бірімен салыстыра аласыз. Күнтізбеден қажетті кезеңді таңдаңыз. Соңғы 30 күн әдепкі бойынша таңдалады. Бастапқыда сіз осы қойындыдағы барлық қол жетімді бағандарды көрсеттіңіз. Егер сізге мекен жай қажет болмаса, мысалы, онымен құсбелгіні алып тастаңыз. Санатты пайдаланып, тізімнен тек қажетті мекемелерді таңдаңыз. Немесе өзіңіздің сүзгіңізді жасаңыз. Мысалы, бір айдағы табысы $5000 асатын мекемелер. Бетте кірістер. Кірістер, чектер саны және орташа чек туралы мәліметтерді қарап шығыңыз. Сондай-ақ, парақта әр мекеменің мекен жайы бар. Егер ол сіздің шотыңызда болса, егер жоқ болса, онда мекемеге кіру қойындысына өтіңіз. Мұнда өңдеу түймесін басып, мекен-жай жолағына мекеменің орналасқан жерін енгізіңіз. Беттің төменгі жағында көрсетілген барлық мекемелердің жиынтық статистикасы қолжетімді. Сіз сондай-ақ мекемелер туралы ақпаратты Excel пішімінде экспорттай аласыз. Бұл экранда көретін тізім түріндегі кесте немесе кезеңнің әрбір күні туралы ақпарат болуы мүмкін. Экспорттау түймесін басып, қалаған опцияны таңдап, шығару түймесін басыңыз. Белгілі бір мекеме туралы мәліметтерді көру үшін оның атын басыңыз. Бұл бетте сізге кірістер, чектер, келушілер және орташа чек бойынша диаграммалар қолжетімді. Сондай-ақ, төлем әдістері, тапсырыс түрлері, аптаның уақыты мен күндері туралы статистика бар. Беттің төменгі жағында мекеменің осы кезеңдегі ең танымал өнімдерінің тізімі берілген. Біз бұл есеп туралы толығырақ сату статистикасы туралы бейнемізде айттық. Сілтеме сипаттамада болады. Мекеме статистикасын жүйелі түрде қарап отырып, сіз барлық мекемелеріңіздің сатылымы туралы хабардар боласыз. Сіз олардың пайдасын салыстыра аласыз және олардың әрқайсысы туралы толық ақпаратты біле аласыз. Күндеріңіз сәтті өтсін және сатылымдарыңыз керемет өтсін.